Армысыздар, Айнұрдың саяжайы арнасының құрметті көрермендері. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында қызанақты қалай отырғызатыным туралы кезекті видеомда ұсынамын. Тұқымдарды отырғызу үшін ең бірінші бізге ыдыс керек. Ыдысты қалай таңдағаным туралы арнайы видео түсіргенмін достар. Оны жоғарыдағы сілтемеден немесе астындағы комментарийға сілтемесін қалдырамын, қарап көрсеңіз болады. Мінекей достар, біз ыдысымызды аламыз және оны топырақпен толтырып шығамыз. Топырақ менде әмбебап топырақ. Ыдысты толтырғанда 1 сантиметрдей қалатындай етіп топырақтарды құйып шығамыз және оларды жақсылап тұрып нығыздаймыз. Енді ыдысқа салынған топырақтың үстіне су құйып шығамыз. Суды жақсылап толтырып құямыз. Ол тұрып қалады деп уайымдамаңыздар, себебі осы ыдыстың астында ағып кететін тесігі бар, артық суды жинап алуға болады. Осылай барлық ұяшықтарға құйып шығамыз және үстінен тағы да бір қайтара жүріп өтеміз. Келесі кезекте тұқымдарды бір-бірлеп әр ұяшықтың бетіне жайғастырып шығамыз. Тұқым себу ыңғайлы болу үшін мен қолыма парақша аламын да тұқымдарды қорабынан босатып сол парақшаға төгемін. Екінші қолыммен тіс шұқығыш таяқшаны ылғалдап алып, сонымен тұқымды бір-бірлеп аламын. Бұл өте ыңғайлы тәсіл. Тіс шұқығыш таяқша болуы міндетті емес, кез келген таяқшаны алсаңыздар болады. Ылғалдап алған кезде тұқым оған оңай жабысады. Осылай қызанақтарды мен бір ұяшыққа 2 талдан орналастырып шығамын. Неге 2 тал? Себебі мендегі дәндер, былтырғы қалған дәндер біреу шықпаса біреу шығады деген сияқты тәуекелменен отырғызып жатырмын. Негізі бір ұяшықта бір қызанақ болған дұрыс. Қызанақтың түрлеріне келетін болсақ, 4 түрлі қызанақ отырғызамын және былтыр бір қарыққа 10 түп отырғызсам, биыл 7 түптен отырғызамын, себебі былтыр өте жиі болып кетті аралары. Жинағанда кішкене өзіме ыңғайсыздық, қолайсыздық туғызды. Міне достар, қызанақтар толық отырғызылып болды. Шатасып қалмау үшін әр түрін түрлі түсті қағазбен белгілеп, оны дәптерге жазып қоямыз. Атап айтқанда, бычье сердце 7, новичок 7 дана, розовый мед 7 дана, красный мясистыйдан 3 дана, сахарныйдан 4 дана отырғыздым. Себебі красный мясистый деген тұқымым бітіп қалыпты, сондықтан менде 5 түрлі қызанақ болатын болды. Ал достар, менде 12 ұяшық қалды. Бұл ұяшықтарға мен тәтті бұрыш отырғызамын. Верное сердце деген және биг мама деген 2 түрін отырғызамын. 6 данадан тура қызанақ отырғызғандай етіп сеуіп шығамын. Сонымен достар, тұқымдар толық отырғызылды. Енді осы отырғызылған тұқымдардың бетіне мен бір шөкім 1 сантиметрдей етіп үстіне топырақпен жауып шығамын. Топырақты салғанда аздап қана трамбировать етеміз, нығыздап басамыз аздап қана. Ол қазір тұқымның бетіне су сепкен кезде жылжып кетпеу үшін керек. Қатты нығыздап керек емес, себебі өсіп келе жатқан тұқымға ол кері әсер етуі мүмкін. Сонымен достар, біз тұқым себу процесінің ең соңғы қадамын жасап жатырмыз. Көріп отқандарыңыздай, мұны мен су құйғышпен емес, брызговик себезгіменен әр ұяшықтың бетін сумен бүркіп жатырмын. Осылай барлық ұяшықтарды ұқыпты бүркіп болғаннан кейін бұның бетін жауып қоямыз. Достар, бүгін 27 наурыз. Бұл тұқымдар 5-7 күн ішінде өсіп шығу керек. Аманшылық болса 31 немесе 2 наурызда тұқымдардың бой көтергендігі туралы видеомды салам. Осы бейне сіздерге пайдасын тигізеді деген үміттемін. Бақшаларыңыз жайнай берсін. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.